Архитектор әңгіме. Сол бір көріністің елесі қанша жылдан бері көңілі көз алдында, ой қиялы, жан қалауы сол көріністен басталған. Ары қарай соның жетегіне ерді де отырды. Өркенбектің 10-11 жастағы кезеті. Қойшылар жаз жайлауда отырғанда, қайсы бір түні ешкімнің еш ұйықтаса тісіне кірмеген сұмдық оқиға болды. Әуелі ойбай, сұмдық деген шешесінің жан шошырлық даусынан селк етіп оянып, есін жиғанша әкесінің сирақтан алып сүйреп бара жатқанын сезді. Жайлау үстінде бір-біріне жақын отырған қойшылардың үйлері жақтан да шошынған дауыстар естіліп жатты. Жер сілкініп тұр, деді әкесі. О жаратқан, өзің сақта. Өркенбек жер сілкінет дегенді оның қатер екенін еміс-еміс еститұғын. Қатты қорықты. Көке, қашпаймыз ба? Деген сатқылақтап. Жерден қайда қашамыз деп әкесі жан-жана жалтақтаған. Сөйткенше жердің дірілде басылды. Бұлар жаңа әзірде кереге оқтары қатты сықырлаған үйлеріне біразға дейін кіре алмай тұрды. Әлден соң көңілде орындарына түсіп, табалдырықтан ішке үңіліп көргендері ыдыс-аяқ қирап шашылыпты. Көзді ашып жұмғандай-ақ сәтте. Үйіміз аман, деді шешесі. Қатты теңсегенде шаңырақ ортасына түсер деп шошып едім. Құдай-ау, жер сілкінгенін кім көріпті? Тағы сілкінсе не істедік? Жер бірақ қайта сілкінбеді. Жақын отырған қойшылар бірін-бірінің амандығын білмекке, бірі-біріне шапқылап, таң атқанша даурықты. Әйтеуір бәрі дін аман. Боз үйлердің ешқайсы бүлініп қирамаған. Әшейінде ауыздарынан ара гідік болмаса да шыға қоймайтын. О жаратқан, о құдіретті Құдай, сөзі тау мен тасты аралап кетті. Бұлар қатерден аман қалғанмен, төмен етектегі шағын ауылдардың бірен-саран болмаса, үйлері қирап, адамдар опат болып еді. Киіз үй неге құламайды, көке, деп сұраған Өркенбек әкесінен. Айдан білейін, көрдің ғой құламайтынын. Қоқалақ етті де қойды. Шешеңнің шыны шайнек қирады, болды. Сонда енді құламайтын неліктен, деп Өркенбек қайта қақтады. Кірпіш үйлер құлап жатқанда қайдан білем, деді әкесі. Қызықсың сен. Бірдеңе сұрасаң арттан қалмайсың. Құдай қақты да бізді. Аналар ше, кімдерді? Ауылдағыларды. Немене? Ауылдағыларды. Құдай неге қақпаған? Әймін анай, деп әкесі орнынан тұрып кеткен. Киіз неге құламайды деген сауал мектепте де, онан кейін де қыр соңынан қалмай қойса қане. Архитектор оқуына оны осы сауал алып келген болатын. Қайдан жабысқан сенім екенін, ол киіз үйде адамды бойындағы тепе-теңдікті сақтау бар сияқты. Адамға ұқсап сілкініс кезінде ырғалу, ыңғайлана қарай тұла бойы тұтаса алады. Керегесі, оғы, шаңырағы қандай сілкіністе де бір үйлесімен теңселеді, бет-бетімен шашылып кетпейді бітірә. Ойлады, кірпіш бетоннан да оса етіп салуға болмай ма? Айға шу болады, тіпті адам аяғы да тиді ғой оған. Курстастарына осыны айтса, олар күлетін. Біз әуелі жерде құламай жүруді үйренейік деп. Біреудің күлгеніне кекеткеніне Өркенбек пысқырмады да. Қилы-қилы жобалар сызды. Не ойлағанын жасау адамның қолынан сөзсіз келетініне сенеді. Табиғат апатының қайталанып отыратын заңдылық. Ол енді қашан болады? Болған күнде көппен көрген ұлы той дегендей, жанындай жек көретін. Солай екен деп алдын ала әрекет етпей жүре бере ме екен? Жоқ. Өркенбек мұнымен келісе алмайды. Апаттың болып тұру қандай заңдылық болса, одан аман алып қалудың амалын ойлап тауып жасауда сондай заңдылық, деп қоймады. Оқу бітті, үйленді, ұл қыз көрді. Жобаларын көтеріп бармаған жері жоқ. Бәрінің айтатын айналайын-ау, мына сызбаларың түсініксіз, қиялма, немене? Мұндай қиялы жобаны қуып кеткен біреу болмаса ешкім қабылдамайды. Өміріңді қор етпе, құрғақ қиялменен. Бесполезно жить, дейді ғой мұндай дұрыстар. Есіңді жиып ертерек. Өмір ертек емес, әу бастан қатын баласын алып ауыл болғанда аудан орталығына қайтқан. Жұмысқа тұрып бала шағаны асырау керек. Алайда арғы түкпірінде мүмкін жобамды осы жерде іске асырып қалам ба деген үмітте тұрды. Бұл өзі тәуелсіздік жылдардан бас жағы еді. Қайсы бір құрылыс компаниясында жобалаушы болып жұмыс істеп жүргенде дайын баяғы барлық жағынан сауатты жобаларды жүзеге асыруын қадағалайды. Ал ішін күндіз түні тесіп бара жатқан өз сызбалары. Реті бір келіп қалғанда соларын көтеріп аудан архитектураның алдына келген. Мұның жобаларын ары қарап, бері қарап өткенде көз әйнегіне жабысып қалған көздерінің жанары бірде жанды, бірде сөнді. Сұрады, бұл не? Жобалар ғой. Ненің жобалары? Ғимарат құрылыстарының. Осын сондай жоба дегенге өзің сенімді місің? Ендіше, мұныңды сен менен басқа ешкімге көрсетпе. Неге? Иттеріңді басың аптайды.
Қызық екенсіз. Қызараңдама үйдеп, архитектор болып отырғаныма табаны күректей 25 жыл. Мына секілді жоба көрсем бе, көзім шықсын. Бұл бәрін жаңа ойлау жүйесі ғой аға. Басты қатырмай бар давай. Сыртқа Өркенбектің іші қан жылап шыққан. Қайда барсаң алдыңнан тоқырау шығады. Омалып деп күйінді. Одан қашып құтылады екен қазақ. Неден әркім өз-өзін алып шығатын заман емес пе бүгін дейді бір ойы. Сөйтуге құштарлық неге жоқ? Жаңа түсініксіздеу болар, қиял да шығар. Мейлі, қалай көрінсе де қызығушылық, үңілу, танымға бейіл беру, кәне. Мұның тәсілгісі құрылыстың әрқилы материалдардан қандай да тербеліс қозғалыс кезінде бір-бірінен айырылып кетпей тұтас иіліп бүгілетіндігі. Осыған қанша күндерін, апта айларын, жылдарын сарп етті. Ойын күлкіден, қызық думаннан безді. Жаман күйзеліп жүрді. Айналан түгел пәтуасыздық жайлап алғандай болып көрінді. Жаңағы құштарлық, іңкәрлікті еріккеннің ертегі деп қарайтыны бағытты бәрінен. Мұндайда не істеу керек екенін де білмеді. Сонда айтпау керек. Аудан әкіміне кірмек. Қабылдауында ол мұндай мәселемен айналысатын арнайы адам, аудан архитекторы, соған барыңыз деді. Барғам оған, тағы барыңыз. Менің мамандығым не жоба жайында біле бермеймін деп бәлендей. Архитектураға сөйтіңіз. Далбасалап газетті жағалады. Бармаған жері, баспаған тауы қалмағанын айтты. Әкімге де кірдім деді. Редактор қалың шөптің арасынан құс пыр етіп шыққанда елең ететін ат сияқты басын ербең еткізіп көтеріп алды. О кісі не деді? Дәнеңе архитектураға бар деді. Оған барғам ғой алдында. Онда бауырым бізден келер хайран жоқ. Әкімнен аса алмаймыз. Газет соныкі. Біз бір тауықпыз. Әкімнің шашқанын ғана теріп жейміз деп қолын екі жағына жайды. Сол кісі қалай еңкесе, солай еңкеп, қалай тоңқайса, енді түсінесің ғой айналайын. Әйелінің жыны келеді. Осынан бар ғой, ештеңе шықпады дейді. Шынында да жер төңкеліп жатса да құламайтын үй бола ма? Бұл дүрс етеді. Болады. Қалай болады? Сондай қатты сілкіністе киіз үйдің құламаған көзіммен көргемін. Көрсең киіз үй болғандықтан шығар, кірпіштен салынғанында құламайтындай етіп тұрғызуға болады. Әкесінің немере ағасы сақалы күмістей шал. Есінде, жаз жайлауға келетін жылда тартпайыл құйысқан өмілдірік жүген қамшы өріп әкеліп, қойшыларға тарау жасап қозылақ жинап әкететін. Қойшылар жарықтық әр жылда әр қилы өрім жасайсыз. Мұның бәрі ойыңызға қайдан келеді дегенде, қолынан кеп тұрған соң жақсын ойлап тауып жасап отырған жерде опа таппайсың дер еді. Осыны айтып алып ары қарай толғайтын. Мына боз үйлеріңе қараңдаршы. Шаңырақ кереге уық болған біткен осы. Сөйте тұра 6 ай жаз, 6 ай қыс басына пана. Ысықтар ген түріп салқындатып ала қоямыз. Ақтер көкмызда киізге киіз қабаттап жауып жылытып ала қоямыз. Қазақ атаң жасады, мұны сөйтіп, былай қарасаң ерекше ештеңесі жоқ. Бірақ берік. Кез келген нәрсенің құдіретті қажеті болатын беріктігінде. Өркенбек өз заманы ғимаратының неге де төзімді берік жобасын көкседі. Қолы жеткен жерден алдырып қарап, зерттеп шықпаған жобасы жоқ. Оның көксеуіне оның бірде-біреуі кепілдік бере алмаған. Рас, көрнекті, әдемі, әсем, бірақ мәңгілік беріктігіне сенім жоқ. Өркенбекке қай-қайсында менің осал тұсым мына жерім деп ымдап тұрғандай болып көрінетін. Адамның миы мен сезім арқылы басқарылатын 12 мүшесіндегі керек кезіндегі бір-бірін бірге кететін құбылысты іздеп таппайтын. Сонда сонау күздегі сілкінген жер үстіндегі билеп тұрғандай болып көрінген киіз үй елестейтін. Мұндайда осы менің миыма ауысып кеткен жоқ па деп тіксінетін. Алайда әп-сәтте онысын жылдар бойы 62 тамырымен бір мезгілде лыпып тұратын аспан төңкеріліп жер аунап кетсе де, кірпіші босамайтын, іргесі қисаймайтын, төбесі ортасына түспейтін ғимарат жайлы арманы жайпап кетер еді. Сондай жоба өзен көлдерден, теңіздерден өтіп мұхиттар асып бара жатса, қайда барып кімге айтады зарын? Ауданда құрылысқа тендер жарияланды деген әңгіме шығып қалған. 3 қабатты мектеп, мәдениет үй және 2 қабатты балабақша салынбақ екен. Сен сол тендерге қатыс деді, бірге жұмыс істейтіндер. Бәлкім жолың болып қалар. Сөйтеріне сенбейтін болып қалды емес пе дегеннен анадан да мынадан да бетіп қайтып қалған бұл. Онда ықпалды адам ізде, оны қайдан табам? Көрмес сүйенінде көрмес. Батырау, аудандағы ең ықпалды адам ол көршің емес пе? Иә, оның ықпалды адам екені бұл естіген. Қанша бастық келіп жатады, кетіп жатады. Соның кез келгеніне осы кеңесші болады екен.
Штаттан тыс дейді. Қай бастықтың үстінен арыз жазылса да оны тоқтататын осы екен. Жоғарыдан келген қандай да бір тексеру келді, оның бәрін өз айтқанына көндіріп жолға салатын да осы болып шықты. Не құдіреті барын тап басып ешкім айта алмайды. Біреу ақшасының көптігін айтады, біреу жоғары жақта баласының қызметін айтады. Өркенбек қайтеді, жұрттың ақылын тыңдады. Бұл келген шаруасын бастан аяқ баяндамақ болып, қолынан түспейтін қарны тоқ қара папкесіне жауалары сызылған қалың қағаздарын шығарып, өзі былай еді дей бергенде, анау қолын бір-ақ сілтеді. Езіп қайтесің, не істеуім керек екенін айт. Бәрін түсініп алсын деп едім, қажеті жоқ, төтесіне нұр. Бұл сөйтті де тендерді ұтып алсам дейсің ғой, деді анау. Сол ғой аға, сөйтпейсің бе? Бірден міңгірлемей. Осыған енді өзіңізге келдім, соңғы үмітім. Көршілес кісі біраз үнсіз отырды. Ит жақыннан, жыры жолдастарынан кімдер бар деп сұрады. Жалғызбын, деді Өркенбек күрсініп. Ата-анамның дүниеден өткөшкендеріне біраз жыл. Дос-жаран дейтін ешкімім жоқ. Қайын жұрт жағын қалай? Өз-өзіммен жүрген қарапайым жұмысшы адамдар алыста. Деп қояды анау. Ақыр соңында мұның әбден төзімін тауысып, жүйкесін тоздырып айтқаны, көрейік, деді. Болып қалар. О аға, Өнербектің көзі бұлдырлады. Сөйтесіз бе? Сен дайындал. Әуелі тездетіп жышысы құр. Есеп-шот аш. Құрылысты салатын мердігерлерді ізде. Тап келісе бер. Соларды бір жақты қылған күні маған кел. Соңғы істейтін негізгі ол сұқ саусағын мұның мұрнының ұшына кезеді. Шаруаңды сонда айтам. Әй, бірақ қазірден бастап біліп ал бала. Ол өзі былай. Алаған қолын берегенді білетін шығарсың. Білсең де, білмесең де сөзсіз істейтін шаруаң. Ұтқан тендердің шапкасын мына алақанға келіп саласың. 10% анаған көрші басын әуледіңкіреп бір жағына қарай сілкіп жіберді. Екеуі менікі. Өркенбек күмілжіді. Иә, ол шапка деген талай естіген. Алған ақшаны мынау айтып отырған бөлігін беру. Өйтпейін десе көршінің онда шырағым көзіңді құрт деуі әбден мүмкін. Онда арман адыра қалады. Сыртқы есеңгіріп шыққан. Тендерге қатысу шарттарын тап-тұйнақтай етуге аз уақыт кеткен жоқ. Бұл кезде оның да өтетін күні әні міне елеп қалған. Айтылған нұсқауды табанынан тоздырып жүріп, бірақ жақты қылған соң, өкпесін қолын алып көршіге қайта келген. Бәрін бітірдім аға деген, елпілдеп. Мен де бітірдім, деді анау. Ұттасың тендерді. Сөйтіп алып кеңкілдеп күлді. Осы күнгінің шенеуіктері азбан айғыр сияқты. Азбан айғыр бие байтал көрсе, сосын ат дорба көрсе, жаман оқыраңдады. Мыналар қыз-келіншекпен ақша көргенде сөйтеді. Ақшаның төбесін қылтитып едім, оқыранып қоя берді. Кім аға, кімі несі? Ой, әлі сен бала екенсің ғой, жарайды. Есеп-шотың ақша қалай түседі, сол моментте алып кел, әлгі шапкіні, деді. Көрші көзін ойнатты. Ағау, Өркенбектің көмейіне тас тығылғандай тұншығып қалды. Орнын қалай реттеймін сосын оның? Сода сөз бе, өсіріп жаз, өсіріп көрсет, өсір. Ол енді өз шаруаң. Мен уәдемді орындадым. Уәде Құдай сөз. Сөйт, әлгіні. Қолына барып салғаным шанау оқыранып маза бермейді. Өзінің парламент депутаттығына сүйін деп жүрген кезі келесі жылы. Сонда осы ақшаны өзімізге таратып береді әлі. Өркенбек аузын ашты. Не үшін? Даусымызды сатып алады. 12% шапка көп сома болып шықты. Қайтеді? Өркенбек айтқанын берді. Орнын жабу үшін күнәға батты. 2 жыл өткенде жоспарлы тексеру жүріп, онысы ашылып қалды да, міне енді түрмеде. Түрменің азабын аз тартқан жоқ. Бірақ ол азап өз жасаған жобамен балалар бақшасын салып кеткенін жанында шыбынғұрлы көрінбейді. Ой қиялының арманында жылдар бойы ақылын аштып, жанын жеген еңбегі бұрын соңды болмаған жобасы жүзеге асқан соң, немене? Солай етсем де үздігіп сүрген жоқ па өмірін? Жан қалауы тағы да жаңаларды көксейді. Ең ғажайыптарды солары сияқтанған. Қанша қағаз сызды, қанша сызылып жатыр, шығады солардың арасынан көксегендері деп сенді. Түрменің темір толы терезесінен ары-бері ұшып өткен торғайлар үздіге қарайды. Торғайларға үздіге қарайды. Тағдыр шіркіннің осылай боларын кім ойлаған? Жарық дүниеде, мына тар қаппастада, келке, масаққа, қорлауға душар боламын деп беді. Түрмеге түскеннен кейін Общак дегенде тұрды. 6 адам бір бөлмеде. Араларында Фахан деген бар. Әкесі қазақ, шешесі орыс, нағашысы апасы неміс, ар жағы тағы біреу. Қырсыздықтен біткен біреу. Осылардың барлығы мені жек көреді. Мен олардың бәрін жек көрем деп отырады. Мұның сотталуының мән жайын түгел естіп алып,
басынан аямай ұрып жіберген. Бәленің бәрі осындай баста. Осындай бастың ішінде мазасыз құтырған мидың ойлап таппайтыны жоқ. Түрменді ойлап тауып жүрген осындай бас. Енді келіп жер төңкеріліп кетсе де құламайтын үй саламын деп өзіне бәле тауып отыр. Жер сілкініп топан су қаптап ешкім өлмесе, мына дүниеге адам сыймай кетпей ме? Құдай, әне соны ойлап жерді сілкіндіріп, топан суын қаптатпады ма? Ал сен Құдайға қарсы шығасың. Құдайға қарсы шықсаң бас керек пе бізге? Керегі жоқ деп жандай шаптарына қарайды. Боже, спаси, не надо, десіп жамырайды аналар, өтірік мүләйімсіп. Раз так что-то надо делать с этой опасной головой, дейді пахан. Ясно, что. Аналар кесек-кезек басына келіп шертеді мұның. Шертістері шекеңін тесіп жібере жаздайды. Қайдан алатындар, кімнен келетін, анда-санда наша шегетіндері де бар бұлардың. Майы кілкілген түтінді кезек-кезек деміл-деміл сорып, көздері құтырып шыға келеді. Сондай бір кездерде мұны бұрышқа тұрғызып қойып, сұрақтың астын алсын, кеп, қабырғаны көрсетіп, кәне, деді пахан. Мына қабырған түсі қандай? Ақ, деді бұл қабырғаға шынында дақ болған соң. Пахан мен жандай шаптарының шексілері қатты. Вот дурен, деп пахан бұған қаратта түкіріп жіберді. Сен не бізді мазақ етемісің? Енді ақ қой, деді. Мұның тізесі дір-дір етіп. Ақ, дейді. Пахан жанындағыларға жағалай қарады. Кто подтвердит мұны? Никак не осмелюсь. Он что-то путает, деседі. Жандай шаптары ырбалаңдап. Көрдің бе, пахан? Жұдырық көрсетеді. Твой ответ не соответствует к действительности. Так что давай айт, қабырға ақ па, қара ма? Өркенбек өмір көрмегеніне қорықсан есіміл дауысып кете жаздады. Қара деген дауысы әзер шығып амал жоқтықтан. Пахан мен жандай шаптар ал кеп күлсін. Ну как, деп пахан бұдан көзін алмай тұрып, жандай шаптарына сұрақ қойды. Никак, деп шәуілдейді аналар. Қайда, қара, видимо, он совсем очумел. Адам емессіңдер ме? Бұларың не деуге ғана тілі келіп құлап түсіп еді. Өзіне өзі келіп кірпі қимылдағанда аналар не болса соны айтып болса соған күліп жатыр екен. Сүйрелтіп орнына қарай жатыр еді. Пахан, ей, қайда барасың? Біз әлі біткен жоқпыз, деп ырық-қырық күлді. Қане, мұның шимай шатпағын бер әкеліңдер. Біреу барып жастығың арасындағы сызбаларды бұрқыратып бер алып шықты. Пахан жандай шаптарына жоба сызбаларын парақ-парағымен бөліп берді де, в туалетте будьте использовать, деп қарқылдап күлген. Осы сәтте жан дүниесі жай оғы тигендей жалма-жан жаман көріп кетті. Сүйсігінен өмірінде ешқашан болып көрмеген долылықтың қара бұлты түтеп қоя берді. Іле жыртқыш қайуындай айбат шеккенде болатын ырылға ұқсас сыбыс естілді. Сол бойы сұмдық бір жылдамдықпен өзін-өзі еденнен жұлып алып паханға оқшатылған. Жағасына қолы жетті ме, жетпеді ме, ол арасын білмейді. Есінде қалғаны қап-қара күректей күз табанның дәл бетіне келіп бұлш еткені. Паханнан көрген соңғы қорылынан кейін біраз күн еңсе көтере алмай жүрді. Ешкімге шағымданбады. Тас түрмеде біреудің атын атап айту түгілі саусағымен көрсету басына пәле болатын. Бас жарса бет-аузын көгерсе құлап қалдым деп ұрып алдым деп құтыласың. Бұл да сөйткен. Жә, оны қойшы. Бас жарса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде. Өркенбектің таңғы алғаны анау жолы паханға қарсы лау еткен сұмдық, сұрапыл долылық. Алғаш рет ғимаратқа тексеру жүріп, мұның жағдайы қиындай бастағанда далбасалап көршісіне барған. Ағау, мен сотталып кететін болдым ғой деген. Ал анау жайбырақ қатқаны. Қалай болған сонда? Қолыңмен істедің бе, мойныңмен көтересің. Амалсыздан ғой анау шапка. Оны ұмыт сен. Нені? Шапканы. Рас қой енді. Оны екеумізден басқа ешкім білмейді. Бірақ тергеушіге айтсам ше, ашық жарияласаң да өзің білесің айналайын. Өркенбек ананы неге өртеп жіберсең де қылы қисаймайтын, аяуды обал сауапты білмейтін, оны ұялту қорқытудың мүмкін емесін байқап, адамдарға бұғанға дейін өкпесі адыра қалып, ашу ызасы алқымына кептелген. Паханға келгенде онысы дүлей долылыққа үлесіп кетіп еді. Сол долылықтан соң өмірде өн бойында болмаған өшпенділік сезімі өрмеңдеп, қыр соңынан қалса қане, өзінен өзі қатты тіксініп қалған. Сонда жайлауға ат әбзелдерінен тарту алып келетін шалдың толғап айтатын көп сөздерінің бірі: жауыздыққа жауыздықпен емес, жаныңның тазалығын сақтап қалумен жауап бер деген есіне алып сабасына түсіп еді. Солай етіп жаңа жобасының сызбасын таза параққа қайта-қайта көшіріп отырған бір сәтінде есік шақыр-шұқыр етіп ашылып, түрме күзетшісі кірді. Қолында таза қағаз бумасы, ара гідік өстіп әкеліп тұрады. Пахан мұның жобаларының сызбалары түскен қағаздарын жандай шаптарының артын сүртуге бөліп беріп,
Бұл үшін қорлаудың ең айуандығы көрсеткеннен кейін түрме бастығына арыз жазған. Артық ау сөзге барған жоқ, қағаз алып тұруға мүмкіндік жасауын артынан іздеп келер ешкімнің жоқтығын жазған. Қайсы бір күні түрме бастығы шақыртты. Артымнан іздеп келер ешкім жоқ депсіз, әйелім, балаларым алып кетіп қалған. Тергеу кезінде ақ бір жола, қалай шатылып жүрсіз? Жаңа мен өмір сүремін деп. Енді не болады? Ешкім түсінбеді. Нені? Жобамдағы барлық құрылыс материалдарының жалғасу қиылысуы, бірігу адам мүшелерінің үйлесімділігіне сәйкес еді. Түрме бастығы бетіне ұзақ үңілді. Бұл не дегеніңіз? Мен рас айтып отырмын. Ондай болуы мүмкін емес қой. Менімше адамға мүмкін емес ештеңе жоқ. Түрме бастығы басын шайқады. Солай да шығар, бірақ адам нені істесе де заңды бұзбау керек емес пе? Мәжбүрлесе ше. Сізді сөйтті ме? Түсініксізбіз ғой, деді Өркенбек үнсіздікті бұзып. Күйретіп жоюдың жаңалығы ойлап табылса тарпа бас салып, соны іске асырғанша жанымыз қалмайды. Ал оған қарсыны ойлап таппасаң келкелейді, мазақтайды, қорлайды. Түрме бастығы Өркенбектің сол күннен общактан кітапханаға ауыстырған. Жалғыз тұрады. Тіпті ертеңгі кешкі тексеруге бармай қоюына рұқсат етілген. Әп-сәтте осы болған әңгімені ойлап үлгерген Өркенбекке бір түрлі қарап тұрған түрме күзетшісі қолындағы қағаз будасын ұсынды. Рахмет деген бұл. Оны бастық айтыңыз, білем ғой, деді. Түрме күзетшісі стол үстінде қопсын жатқан қағаздарға қарады. Сызып жатырсыз, ептеп, жалықтырмай ма? Жоқ. Босану мерзім таяп қалды ма? Иә, 3 айдан соң. 5 жыл дегенің де өтті осылай. Өркенбек күрсінді. Өкінесіз ғой, иә, деді түрме күзетшісі. Өзгелер үшін сөйтемін. Өзгелер үшін ол қалай? Жаратқанға жақындай түсу үшін жаңа іске жаппай ұмтылмайды. Қолындағы түрме күзетшісі жаңа әзірде алып келіп берген. Рахмет, азамат, деді. Күбірлеген, Құдайдан қайтсын. Бұл түрме бастығына бағыштаған сөз еді. Темір торлы алақандай терезенің ар жағынан күн сәулесі лүпілдейді. Әлде олай емес пе? Соңғы күндері кей құбылысты не екенін дәл айыра алмай қалатын болып жүр. Сондайда екі жауырының арасынан әлдене қадалып демі тартылады. Түрме дәрігеріне көрінбек болса, жатқызып қоя ма деп қорқады. Онда мына соңғы айда жасап жатқан жаңа жобасы тұрып қалар деді. Осыны шегіне жеткізесің әуелі. Бұл өзі салған 2 қабатты балалар бақшасы жобасын бастау алып, аса көп қабатты ғимараттар құрылысына арналып жетілдірген жаңа еңбек еді. Зеңгір көкпен тілдескен осы жобасының ғимараты көз алдына елестеп қоя берді. Сосын жайлауда сілкінген жер үстінде билеп тұрған киіз үй, сосын аудан орталығындағы балабақша. 3 ай. Еркіндікке қалай шықты бұл? Еш жаққа бұрылмастан, ешкімге бармастан соған барады. Соны күзетіп, айналасын сыпырып жүреді, жаңа жобаларын сызып. Темір торлы алақандай терезеден кептерлер қанат қағып өтті. 4 емес, 5 емес, анық көрді, 3. Қалған 3 айымды еске салғаныма жаратқаның деп ойлады іштей. 3 ай. Бас еркіндігінің арман, мүдде, ой қиялыңды іске асырғанын, адамдарды ой бәрекелді дегізгеніңнен артық не бар? Үйіліп төгілген сонша көптілік емес қой. Әркім ақ бұлар ұғар мұны. Сөйте тұра бір-бірінің соған жетуіне неге қарсылықтар жасайды? Жауап таппай сандалып отырды. Күндер өтіп жатқан. Өркенбектің бостандыққа шығуына бірер күндер қалғанда түрмеге жоғарғы жағы жоспарлы тексеру келді. Бір топ адам біраз жатты. Қайтарларында соларды орталықтан тысқары тау қойнауындағы өзен бойына апарып, ішкізіп, жегізіп, шығарып салып, түн ортасында төсегіне жете құлаған түрме бастығын азанда ел оятқан. Әй, тұр деп жұлқылады. Кеше түс ауа сұмдық болды ғой. Естіп педіңдер? Нені? Жер сілкінді. Ане бір ауданда. Қой, түрме жастықтан басын жұлып алған. Рас, телевизордан көрсетті, түнгісін қирап қалыпты. Тірі қалған адам бірен-саран көрінеді. Естімедіңдер ме мұны? Тау арасында мобилін ұстамайды. Қайдан қалай естиміз? Ай, сұмдық қой мынау, қап. Телевизорды қойып қойдым. Ертеңгі жаңалықтан естиміз қазір. Көресің, жаның түршігеді. Түрме бастығының көзі теледидарда. Таңғы жаңалықтар, біреу әдейі ұстап жібермей тұрғанда экранға әзер шыққаны. Бәрі рас. Шағын аудан орталығының шаң аспанға шығып үйлері, ат көпір қирап жатыр. Мемлекеттік мекемелер ғимараттарының шеккен зардабы да сұмдық. Кейін салынған 3 қатар мектеп пен мәдениет үйі де сол. Көптеген оқушылар бетон қабырғалардың астында қалған. Аман қалғанда бар. Кірпіште жерге түспеген жалғыз балабақша. Соның жанында тұрған телерепортер лауазымды тұлғаға сұрақ қойды. Бұл ғимарат қашан салынған? Ана мектеп мәдениет үйімен бір мезгілде мұның еш зардап шекпеуін немен түсіндіресіз? Білсем қане, кімнің проектісі бұл?
жергілікті азамат болатыны қалай? Қазір түрмеде ол. Не үшін? Ол өзі бір шепетильный әңгіме. Хабарының соңынан комментарий жүргізген телерепортер балабақша жобасын жасаған адамның есімін атады. Өркенбек Бәзілов. Түрме бастығы орнынан атып тұрды. Бізде түрме жатыр ол кісі деп дегбірінен айырылып қалды. Ал Өркенбек Бәзіловтың түрмеде жатқанына 5 жыл болыпты деді телерепортер қыз. Неге сотталғанын алдағы уақытта анықтай жатармыз. Ал бүгін айтарымыз, соның жобасымен өзі бас болып салынған 120 орынды балабақша мен ондағы бүлдіршіндер 7 балдық жер сілкінісінен дін аман қалды. Міне деп түрме бастығы орнынан тұрып кетті. Біліп едім, сезгенмін, жайық емес екен, сезіп ем. Кімді айтып тұрсың деп сұрады әйелі. Архитекторды. Бізде жатыр дедім ғой 5 жылдан бері. Ал оның жобасы 120 бүлдіршінді аман алып қалды. Дін аман. Өркенбектің жатқан жеріне өзі бармақ болып, қолын алмақ болып, жақсы лебізін айтпақ болып қызмет орнына ендігіп жеткенде орынбасарының бірі есік алдында күтіп тұр екен. Ілесе кіріп айтқаны, архитектордың жүрегі тоқтап қалыпты. Азамат бастық. Тоқтап қалғаны қалай? Жаман көзімен жалт қарап орнынан атып тұрған. Сызбаларын кеудесіне басып құшақтаған күйі. Бара бер деді қолын сілтеп. Басын қос алақанымен құшақтап ұзақ отырды. Ойлап келгеніне жетіп үлгермегеніне, байғұстың салып кеткен балабақшасы жер сілкінісінен аман қалғанын естімей кеткеніне өлердей өкінді, опынды. Бір түрлі көңілі жаман босаған, бірақ көзінен жас шыққан жоқ.